болып отырғанымызға Алла тағалаға сансыз шүкірлер айтамыз. Мына біздің дінімізде өте бір жақсы сөз бар. Абай сіздерге қаратып айтып отыр аға. Мән ла яшкурун наса ла яшкуруллаха. Адамдарға рахметін айта алмаған адам Алла тағалаға да рахмет айта алмайды дейді. Мына сіздердің дастархандарыңыздан жақсылап отырып қарнымызды тойдырып алдық. Жақсылап отырып шөлімізді қандырып алдық. Енді сіздерге бір ауыз рахметімізді айтып қояйық деп отырмыз. Өйткені адамға рахмет айта алмаған адам Алла тағалаға қалайша рахмет айтсын деген жаңағы сөз тұрды. Негізі жаңа ағаларымыз айтып жатыр, жесеш дейді. Негізі біле білсеңіздер, мына асқазанның созылатын және де тарылатын бір функциясы, свойствосы бар. Асқазан сондай. Мына асқазан Рамазан айында кішірейіп қалады. Негізі аштық кезінде көп нәрсе жеп қоям деп ойлайсың, көп нәрсе ішіп қоям деп ойлайсың. Бағананы дастарханды көрген кезде мен де енді пендешілікпен көп нәрсе жеп қоямын деп ойладым да, келдім, 2-3 қасық тамақ жегеннен кейін менің қарным тойып қалды. Асқазан кішірейіп қалады да, мен оны қалжыңдап айтам да, Рамазан айына дейін 2-2 болса объемымыз, Рамазан айынан кейін 1-5 болып қалады, тек олардікі сияқты деп ше. 1-5, 1-3 деген сияқты. Объем кішірейіп қалады. Соны мына біздің дініміз керемет қой. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассалам айтады екен, сіздер тамақ жемекші болсаңыздар, асқазандарыңызды 3-ке бөліңіздер. Бір бөлігін тамаққа қойыңыздар, бір бөлігін суға қалдырып қойыңыздар, бір бөлігіне ауаға орын қалдырып қойыңыздар дейді екен да. Енді ғалымдар үлкен бір ауызашарда отыр дейді бір күні. Араларында ең ірі толық ғалым бар екен. Тамақты жақсы жейді екен. Тамақты тамақтай, суды судай, жарты сағат бойы дәмдеп, тамақтан дастарханнан ауыз тиіп отыр дейді. Қасында бір бойы кішкентай ғана апарып бір құрдасы бар екен, ол да ғалым. Соған мән беріп қарап отырады. Енді ол көп тамақ жемейді екен да. Сөйтіп енді құрдаспен құрдас қалжыңдасады ғой. Сөйтіп қалжыңдасып отырып бүйтеді екен. О, шейх, сіз мынауыңыз не? Сіз пайғамбарымыздың мына хадисін естімеген бе едіңіз? Егер тамақ жемекші болсаңдар, асқазандарыңды 3-ке бөліңдер. Бір бөлігін тамаққа, бір бөлігін суға, бір бөлігін ауаға қалдырыңдар деген емес пе? Сен мынауың не? Бүкіл асқазаныңды тамақ пен суға толтырып тастайтын болды ғой. Жай-жай жесейші деген. Сол кезде ана кісі де ғалым былай деп жауап берген екен да. Дұрыс қой құрдас, шейх, сіздікі дұрыс. Асқазанды 3-ке бөлу керек, ауаға қалдыру керек. Ол хадисті мен де білем деген екен. Бірақ сіз де біле жүріңіз, әркімнің өзінің 3-тен 1 болатынын деген. Ана арық кісінің 3-тен 1 қандай болады, ал толық кісінің 3-тен 1 қандай болады. Объем басқа да, енді былайша айтқанда. Сол үшін Алла разы болсын, қарындарыңызды тойдырдық. Көп рахмет. Енді мына қасиетті Рамазан айында тұрмыз. Рамазан айы бір берекелі ай. Мына жүректер жұмсаратын ай ғой. Мына қазір бір жақында бір оқиға айтып бердім бауырларға. Мына Рамазан айы келерден алдым. Адам баласы Рамазанға қатысты 3 түрлі болады. Бір топ адамдар бар екен, Рамазан айы келе жатқан кезде, сол Рамазан айы олар үшін тәубе жасайтын ай болады екен. Қандай адамдар олар? Олар мынандай адамдар болған екен. Рамазанға дейінгі 11 айда олар үлкен күнәлар жасап жүрген екен. Үлкен күнәлар дегеніміз арақ ішу, ойнас жасау, адам ұру, адам өлтіру, өсек айту, ұрлау деген сияқты күнәларды жасап жүрген адам үшін мына Рамазан айы тәубеге келетін, күнәларына кешірім сұрайтын, Алла тағаланың алдында бас иетін ай екен. Енді екінші бір топ адамдар бар екен, олар үлкен күнәлар жасамаған Рамазанға дейін. Бірақ кішігірім күнәлар жасап жүрген, 5 уақыт намазын оқып жүрген қарапайым мұсылман болған. Сол адамдарға қатысты Рамазан айы ғибадат, құлшылық айы болады екен. Олар құлшылықты көбейтеді екен да. Ал енді 3-ші түрлі адамдар бар екен, Рамазан айында өте бір, олар Рамазан айына дейінде өте үлкен құлшылықта жүрген адамдар, оларға шахватта аллюф дейді, нұрланатын ай болады екен. Олардың ғибадат құлшылықтары Рамазанға дейінде күшті еді, енді Рамазан кезінде олар нұрланған үсті нұрланып, Аллаға жақындаған үсті жақындайды екен. Біздер өздеріңіз ойлаңыздар, біз негізі Рамазанның логикасын ұмытып қалдық. Рамазанның логикасы былай емес.
мына Рамазан оразасы әл-имсаку ани-т-таам ва-ш-шараб валь-джимаа дейді. Мына ораза айында астан, судан, жыныстық қатынастан тоқтайды адам, мұсылман адам. Бірақ мына үш нәрсені көбі біледі, бірақ мына жақтағы тағы үш нәрсе бар, оны көбі біле бермейді да. Ол қандай үш нәрсе? Мынандай нәрсе: адамның рухы бар, адамда жүрек бар, жан бар. Осы жанға апаратын үш терезе бар екен. Оның біреуі құлақ, біреуі көз, біреуі тіл екен. Мына ғалымдар айтады: әл-мустамиу шарикун бил-исми ма'ал-мутакаллим дейді. Тыңдаушы адам сөйлеуші адаммен күнәда ортақ болып қалатын жағдайлар бар дейді. Мысалға, бір адам мына жерде ғайбат айтып отырды, өсек айтып отыр, біреуді өсектеп отыр. Өсектеу үлкен күнә, ғайбат айту өте үлкен күнә, ауыр күнә. Сен сол жерде өзің ғайбат айтып отырған жоқсың, өсек айтып отырған жоқсың, бірақ сен соны тыңдап отырсың да. Соны айтып жатыр, сөйлеуші адам, тыңдаушы адам, сөйлеуші адаммен кейбір кездері күнәда ортақ болып қалатын жағдайлар бар. Өзі өсек айтпайды, өзі ғайбат сөйлемейді, бірақ ана ғайбатшыны тыңдап риза болып отырады соны. Солмен күнәді. Сонда біз қараңыздар, тамақтан, судан, жыныстық қатынастан тыйылумен қоса, мына көзіміз жаман нәрсеге қараудан, тіліміз өсек айтудан, құлағымыз өсек тыңдаудан, жамандық тыңдаудан тоқтау керек екен. Рамазан айының мән мағынасы, логикасы сол. Енді қараңыздар, мен бір қызық айтайын. Шәкәрім атамыз айтады: мына адам баласы екі нәрседен тұрады дейді. Біреуі жан дейді, екіншісі тән дейді. Мына тәнге Алла тағала ырзықты беріп қойған. Ішесің, жейсің, әртүрлі қажеттіліктеріңді өтейсің, ұйықтайсың, сенің тәнің қуаттанады. Бұл тәннің азығы да, тәннің азығы. Бірақ енді қараңызшы, мына дастарханды тауса алмай қойдық та. Тәнге көп керек емес екен да өзі. Аз жейсің, аз ішесің, бір кішкене ұйықтап аласың, тәнің қоректеніп алады да, азықтанып алады. Болды, дайынсыз. Бірақ енді мына жан деген нәрсе бар. Бұл жанның қорегін кім береді? Жанның қорегін ол жанды жаратқан Құдай береді. Соны Шәкәрім атамыз бүйтіп айтады: жынды білгің келсе егер, яғни Алланы танығың келсе егер, ең әуелі жанды біл, өзіңді танып ал дейді. Ең керекті үш сұрақпен жан құлағын бірақ қой. Келдім қайдан? Қайтсем пайдан? Өлгеннен соң не болам дейді. Мен деген жан ақыл айнам, жоғала ма сол шынам дейді. Енді Абай атамыз айтады: өлсе өлер табиғат, адам өлмес, бірақ ол қайта келіп мына өмірге ойнап күлмес. Менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, өңкей білмес дейді. Мен деген кім ол? Мен деген жан, менікі деген не? Менікі деген дене. Мына мысалға мен өзім имаммын да. Біз имамдар адамдарды жуамыз, жаназасын шығарамыз қайтқан кісілерді. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Мысалға мен барған кезде аға күтіп алады мені. Баласы қайтыс болған мысалы. Бір бөлмеде баласын үлкен бір болмен жауып қойған. Содан кейін мен айтам қойды: аға қай жаққа барайын десем, айтады: мәйіт ана бөлмеде бауырым дейді. Сонда баласын, Ербол деген баласын атымен атамай тұр әкесі. Неге? Өйткені Ерболдың жаны денесінен шығып кетті. Оның тәні қалды. Менікі қалды, мені естеді, Құдайға аттанып кетті. Сонда қараңыздар, мен деген жан ақыл айнам, жоғала ма сол шынам. Менікінің айырылғанын өлді деп ат қойып өңкей білмес. Адамды ешқашан бабаларымыз өлді деп атамаған. Бабаларымыз адам қайтыс болды, қайтты деп айтатын болған. Енді қараңыздар, ойланбаған шығарсыздар. Мынаны қараңыздар, қайтты деген қалдай өзі. Мен мысалға өзім Маңғыстауданмын деймін. Мысалға сіздерге бір Маңғыстаудан мен қызметке келдім делік. Сөйтемде мен қазір сіздердің араларыңыздан қоштасып кетіп қаламын. Бір күндердің бір күні біреулеріңіз сұрайсыздар: ана жолда Мұхтар деген бауырымыз Маңғыстаудан келген. Қайда сол? Соны бір шақырып дастархандас болайық деп едік десеңіз, сол кісі сізге бүйтіп айтады: ал ол бауырымыз қайтып кеткен дейді. Қайту деген тұрақсыз мекеннен тұрақты мекенге айтылатын сөз тіркесі. Тұрақсыз мекеннен тұрақты мекенге айтылатын сөз тіркесі. Ата бабамыз қайтыс болған адамға, қайтқан адамға не деп жатыр? Мына тұрақсыз мекеннен өзінің тұрақты мекеніне қайтты деп қолданып жатыр. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, бірақ ол қайта келіп ойнап келмес. Менікінің айырылған өлді деп ат қойып
қойып алып та өңкей білмес дейді. Өлмейді, мал өледі, ит өледі, адам қайтады. Сол қайтатын күнімізді Алла Тағала жеңілетсін. Негізі жан бар жерде қаза бар. Негізі бір нәрсе айтқым келіп тұр да мен. Мына Рамазан айының оразасын ұстап жатырмыз. Мына маңдайыммен намазға киіп, намаз оқып жатырмыз да мысалға. Осының бәрі не үшін деймін ғой мен? Не керек деймін ғой? Не үшін істеп жүрмін деймін ғой? Өйткені мына дүниені, жер әлемін Алла Тағала егін егетін алқап ретінде беріп қойған. Ал ана дүниені сол егіннің жемісін жеп оратын жақ қылып қойған. Мына дүниеде есеп жоқ, бірақ амал бар. Ана дүниеде амал жоқ, бірақ есеп бар. Ең сөзінің соңын Али радиаллаху анху деген сахабаның сөзімен келтірейін. Али радиаллаху анху бір күні қабірдің қасынан өтіп бара жатып, қабір иелеріне қарап сөйлейді екен. Қабір иелері, сендер менімен сөйлесіңдерші деген да. Сендер сөйлей алмайсыңдар бірақ. Я ахлал қубур, инна буютакум қад сукинат. Ей, қабір иелері, сендердің тастап кеткен үйлерің, благоустроен, коттедж, особняктарың, адамдар кіріп алып ол жақта өмір сүріп жатыр, сендерді күтіп бос тұрған жоқ ол үйлерге. Уайинна амуалакум қад уззиат. Сендердің сейфтағы жатқан ақшаларың, сендердің қорадағы байланып тұрған малдарың, сендердің алтындарың, олар да сендерді күтіп тұрған жоқ. Олар да сендердің ұрпақтарың мирас қылып, талан-таражға салып бөліп алған. Сендерді күтіп тұрған жоқ дейді. Уаинна нисаакум қад зуwijатна. Ер адамдарға қатысты айтады. Сендердің тастап кеткен артарыңдағы келіншектерің, әйелдерің бар. Ол әйелдерің де сендердің үйлерінде күтіп отырған жоқ. Олар басқа еркектерге күйеуге шығып кетіп алған дейді. Сол кезде айтады, сөйлеңдерші маған енді, жауап қатыңдаршы дейді. Жауап қататын болсаңдар, сендер маған мына нәрсені айтар едіңдер дейді. Алланың аятын оқыр едіңдер дейді. Фазауаду фаинна хайра зади тақуа. Қамданыңдар, мына дүниеде қамданыңдар. Қамданудың ең жақсы құралы бұл Алладан қорқу және де Аллаға бас иіп ғибадат құлшылық жасау. Өйткені о жақта беретін пайда сол ғана деп айтар едіңдер деп айтқан екен да. Сондықтан да міне ағалар, жаңа естіп жатырмын, біреулеріңіз оразаға кіріпсіздер, біреулеріңіз оразаға әлі де кірмеген екенсіздер. Мысалға мен кеше бір хатым халал деген жер бар екен, сол жерде болып қалдым. Екінші күні ғой Рамазанның. Сонда бір апай екінші апайға айтып жатыр да, мына баланың әңгімесі қандай керемет, мен ораза ұстағым келіп кетті деген екен. Содан кейін айтқан екен ана апай қасындағы апай, сен тоқта енді, сен енді ораза ұстай алмайсың, өйткені 2 күн өтіп кетті, опоздал деген. Келесі Рамазан айын күтесің енді қарағым деген. Ойбай ау, ана кісі маған келіп тұр, шын ба сол деп, жалған дедім, өтірік. Ондай сөз жоқ шариғатта. Мен сізге шариғатта айтайын дедім, мен 8 жыл оқыған адам едім, мен айтайын. Шариғатта 2 күн өтіп кеткен болса, ол 2 күн өтіп кетті, болды. Ар жақтағы 28 күн бар ма? Сол 28 күнді ары қарай ұстай бересің. Міне Құдай қаласа бүгін 16 күн өтті ме? Ұстап кете бер. 14 күн ұстапсаң, 16 күн не істеймін десең, мен саған жауап беремін. Келесі Рамазан айына дейін 1 күнге 1 күн ұстап бересің. Бір айда 1 күн ұстасаң да бітіріп қоясың. Егер Рамазан айына дейін үлгере алмасаң, не істеймісің? Шариғат тағы да жауап береді. Өлгенше ұстап берсең, болады сол 16 күн. Сонда да жеңілдік көп. Иншалла, Алла Тағала баршаларымыздың оразаларымызды қабыл етсін. Біліп те білмей жасаған кемшіліктерімізді кешірсін. Мына ағаларымызға, апаларымызға ұзақ та берекелі өмір берсін. Жүректеріңізге, бойларыңызға күш қуат берсін. Уа ахиру дағана алхамдулиллахи роббил алемин. Рахмет.